Қызылша ауа алдамшы жолмен шығатын, аузың сілемейлі қабатына және теріге ірі дақты бөртпелер шығуымен, қызбамен, көздің сілемейлі қабықшаларын, мұрын жұтқыншақ пен жоғары тыныс алу жолдары қабаттарының қабынуымен сипатталатын вирустық жұқпалы ауру болып саналады. Олардың қоздырғыштары парамиксовирустар, РНК құрылымды. Вирустар бізде ДНК-лы, РНК-лы болып бөлінеді, соған байланысты ем тағайындалып отырады. Енді болған кімдер жиі ауыратыны туралы айтатын болсақ, вакцина және ревакцинация жасалмағандар, яғни вакцина бізде 1 жас, 3 ай кезінде және де 6 жас кезінде балаларға салынады. Соны алмайтын болса, немесе иммунитеті төмен адам болатын болса, немесе қызылшамен байланысты болған балалар және балалардың ерте жас кезінде, өйткені балалар ерте жас кезде иммунитет толық қалыптаспайды. Және де олар клиникасы бойынша катаральды, бөртпелі және пигменталу кезең болып бөлінеді. Бұны мен қазір бәріне жекелей тоқталатын боламын. Дәрежесі бойынша клиникалық көрінісіне байланысты диагноз қойған кезде жеңіл дәрежелі, немесе орташа, немесе ауыр дәрежелі деп диагноз қоятын боламыз. Шағымдар кезінде балаларда дене температурасы 38-39 градусқа дейін көтеріледі, бас ауыру, әлсіздік, енжарлық, дімкәстік болады, мұрын бітеліп, түшкіру, мұрыннан бөліністер бөлінуі және тыныс алу жолдарындағы жыбырлау, сен тамақ қышып жатыр деп білінеді. Дауыс қарлығатын болса, немесе қатты жөтелетін болса, көзден жас ағу, жарықтан қорқу, жарықтан көздің қарығуы, блефароспазм болған кезде теріге бөртпелердің шығуымен сипатталып отырады. Инкубациялық кезеңі 9-17 күнге созылады, сосын катаральды кезең басады. Бұл 3-4 күнді құрайды. Бұл кезде бала жөтеледі, ірінеді, яғни мұрнның қабынуы болады. Бұл кезде шырынды бөліністер бөлінуімен сипатталады. Сосын конъюнктивитіне суретте қараса, қабақ ісінеді, көзі қыздырады, көзден жас ағу пайда бола бастайды. Сосын ауыз қуысының, мысалы таңдайдың бөліктерінде біртексіз қызыл түсті дақтар пайда бола бастайды. Одан соң бөртпелердің шығу кезеңі, бұл кезде температура қайтадан көтеріледі. Сосын бөртпелер шыққан кезде этап бойынша шығады. Бірінші мысалы жоғары бөліктерге, бетке, мойынға, құлақтың сыртына, кеуденің жоғары бөліктеріне, екінші күн кеуденің бөліктеріне жатады, ал үшінші күні аяқ-қолға тарала бастайды. Сосын бұл бөртпелер бір-біріне жақын, бірігуге бейім болып орналасады. Одан соң ауыз қуысында филатов дақтары пайда бола бастайды. Бұл кезде бастапқы кезінде ғана пайда болады, кейіннен кетіп қалады. Сосын ағзада улану процесі, интоксикациялық кезінде жаңа айтқандай жөтелу, көзден жас ағуда осы процестер бөртпелердің шығу кезінде де сақталады. Одан соң трахеобронхит, яғни бронхтардың қабынуымен сипаттала бастайды. Одан соң жүрегін тыңдап қараған кезде олардың тұйықталғандығын және де давлениесін өлшеген кезде төмен екендігін, яғни гипотензиямен көрініс береді. Сосын үшінші кезең пигменттену кезеңі. Бұл кезде яғни жазыла бастағанын білдіреді, температурасы төмендейді, жағдайы жақсарады, тәбеті пайда бола бастайды. Одан соң бөртпелердің орнында қоңыр түсті дақтар пайда болады. Яғни ең соңында аяқ-қолға шықса, дәл сол ең бірінші аяқ-қолдан кетеді, одан соң кеудеден, одан соң ең соңында жоғары бөліктен жоғала бастайды. Бұл сосын қабыршақтанып түлеу пайда болады. Сосын бұл бөртпелер тек қана қызылшадан бөлек басқа да ауруларда да шығады ғой. Мысалы скарлатина, женшау деп аталады, инфекциялар, менингококты, желшешек, ветрянка кезінде және краснуха, қызамық кезде шығады. Олардың бір-бірінен біз айырмашылығын білуіміз керек. Скарлатинадан айырмашылығы бұл жерде мұрын ерінің үшбұрышы бозғылт түсті болып келеді, және де тіліне қарайтын болсақ қызыл түс, яғни малина тәрізді болып келеді. Сосын тамағы ісініп қызарып тұрады. Одан соң бұлардың дақтары ұсақ нүктелі болып келеді. Мысалы қызылша кезде ірі дақты болып келетін болса, бөртпесі бұл кезде ұсақ нүкте тәрізді болып келеді. Және де бұл жерде ақ дермографизм деп аталады. бас тұрып жіберген кезде ағарады орны, одан кейін ғана бөртпелер қайтадан орны пайда болады. Сосын менингококты инфекция кезде бұл мүлдем басқаша бөртпе болады, геморрагиялық жұлдыз тәрізді болып келеді, және қатты бас ауыру және де менингиалды симптомдар бізде өзінің арнайы тексеретін бұлшықеттердің, яғни ригиттілігін анықтайды. Бұл кезде мысалы шүйде бұлшықеттер қатайып қалады да, ол басын мына кеудеге төс аймағына қарай жеткізе алмайды, өйткені шүйде бұлшықтар тырысып жібермейді. Сосын аяғын бүккен кезде қайтадан жазылмау деген сияқты өзінің керник және брудинский симптомдарымен тексеріледі. желшешек, ветрянкамен ауыратын балаларды қарайтын болсақ, олардың терісінде визикула тәрізді бөртпе болады, олардың ішінде сұйықтығы болады. Ал қызамық болған кезде бөртпелер тез уақытта кетіп қалады. Сосын лимфотиндердің ұлғаюы, лимфаденопатиямен сипатталады. Сосын анамнезін сұраған кезде олар желшешекпен немесе қызамықпен ауырған балалармен қарым-қатынаста болғандығын айтады. Зерттеу жүргізген кезде жалпы қан анализі, жалпы зар анализін аламыз барлық ауру кезінде. Сосын ифада иммуноглобулин М анықталады. Ол дегеніміз қазіргі уақытта ауырып жатқандығын білдіреді. Ал иммуноглобулин G деген нәрсе ол бұрынғы уақытта ауырып кеткендігі немесе созылмалы түрінде анықталып отырады. Сосын ПЦР кезде бұл қызылша вирусының РНК-сын анықтайтын боламыз. Емдеу кезінде дәрі-дәрмекті және дәрі-дәрмексіз болып саналады. Дәрі-дәрмексіз кезінде режим ұсталады, және диета беріледі. Диета кезінде мол жылы су, яғни кез келген инфекциялы ауру кезінде өте көп мөлшерде қайта жылы су ішу керек.
Одан соң дәрі-дәрмектен дейінгі симптоматикалық дегеніміз, яғни белгілеріне қарсы өзгеріс, жөтелген кезде, конъюнктивит болған кезде, мұрын қабынуы болса, және де қызба кезінде ибупрофен, парацетамол және де этитропты патогенетикалық емдердің барлығы, және де егер бактериялық асқынулар болатын болса, антибиотиктер тағайындалады. Оның бәрі дәрігердің тағайындауы бойынша, яғни пациенттің ерекшеліктеріне, жасына байланысты тағайындалып отырады. Алдын алу шаралары. Бұл кезде қызылшаға, паротитке және қызамыққа қарсы комбинирленген бізде вакцина бар. Бұл вакцина баланың 12-15 айына, яғни 1 жас, 1 жас 3 ай кезіне және де ревакцинация 6 жасына салынады. Немесе қызылшаның тек қана өзіне қарсы тірі вакцина салынады. Бұл вакциналар иммунитеттің нығаюына және де бұл ауруға қарсы тұруға, немесе ауырған күннің өзіне жеңіл түрде жазылып кетуіне көмектеседі. Бұл видео пайдалы болса, комментарийге өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.